Абай облысында 10-шы сынып оқушысы мемлекеттік тіл біліктілігін анықтайтын тест ойлап тапты. Ұстазының қолдауымен жобаны жүзеге асырған оқушы ғаламтордан сайт ашып, осы еңбектері үшін авторлық құқыққа ие болды. Динара Ерболқызы тарқатады. Айола Мұхамедханова Семейдегі Назарбаев зияткерлік мектебінің физика-математика бағытындағы 10-шы сынып оқушысы. Ол жобаны жүзеге асыру үшін 1,5 жыл уақыт кеткенін айтады. Ұстазы Сымбат Мажиковтың да қолдауы орасан зор дейді. Қазір тест көпке қол жетімді болу үшін Казап-тест сайтын жасап шығарған. Сайтқа кірген кез келген адам өзінің қазақ тілін қаншалықты меңгергендігін және де сол тілді қаншалықты жақсы қолдана алатынын анықтай алады екен. Бұл адамдар үшін таптырмас оқу құралы болады, яғни осыған дейін біздің қазақ тіліміз, ана тіліміз үшін ұқсас зерттеулер жүргізіліп көрмеген, және де бұл осындай аталмыш тесттердің Қазақстандағы ең біріншісі деп айтуға болады. Жоба идеясының авторы Сымбат Мажиков өзге тілдерді білу деңгейін анықтайтын құралдар өте көп екенін айтады. Ал ана тілімізге келгенде тек Казтестқа ғана сүйенеміз дейді. Сол себептен сөздік қорды өлшеу арқылы қазақ тілін тексеруге бағытталған тест ойлап тапқан. Тіпті ерекшеліктеріне де тоқтала кетті. Ерекшелігі бұл тест өте оңай, көп уақыт алмайды, және оның нәтижелері анық, нақты деңгейді көрсетеді. Әрбір адам өзі кез келген орында интернет, ғаламтор бар жерде тіпті телефонынан да кіріп, өзі жасап, өзінің деңгейін тексере алады. Жобаны жүзеге асырушылар тесттің мемлекеттік тілден сынақ тапсырушылар үшін тапсырмас көмекші құрал екендігін алға тартады. Себебі тест қазақ тіліндегі 30 000 сөзді қамтиды. Осы арқылы олар мемлекеттік тілдің дамуына үлес қосамыз деп отыр. Динара Ерболқызы, Жібек жолы, Абай облысы, Семей.